Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздерге көршісіне пияз берген әйелдің оқиғасы туралы баяндайтын боламын. Ауылдың шетінде тұратын Зейнеп қарапайым мейірімді әйел болатын. Бір күні көршісі Гүлмира келіп, «Зейнеп, тамақ істеп жатыр едім, пиязым бітіп қалыпты, бере тұршы» деді. Зейнеп ойланып қалды. Қазақ арасында көршіге ащы пияз берме. Ол екі үйдің арасына араздық түсіреді деген ырым барын естіген, бірақ ол бұл сөзге аса мән бермейтін. Қазір заманы өзгерді ғой, ырымға қарамай-ақ берейін деп ойлап, пиязды қолына ұстата салды. Сол күннен бастап екі үйдің арасында ұсақ-түйек реніштер басталды. Бұрын бірге шай ішіп сырласатын, бір-біріне сүйеніш болатын екі жан аяқ астынан сөзге келіп қалатынды шығарды. Гүлмираның дауысы көтерілгіш болып, ал Зейнептің жүрегінде түсініксіз салмақ пайда болды. Кешке үлкендерге барып кеңес сұрағанда ауылдың қариясы айтты: «Қызым, пияз ащы, оның иісі көзден жас шығарады. Қазақ көршіге пияз берсең, араң ашылады, көңілге кірбің түседі» дейді. Бұл жай ырым емес, адамдардың көңіл күйіне әсер ететін белгі. Зейнеп ойланып қалды. Шынында да сол күннен бері өз жүрегі беймаза, көңілі жаралы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көршіге жақсылық жасаудан жалықпаңдар деген, бірақ жақсылық деген қуантып, жүрекке тыныштық беру, ал пияздың ащы дәмі реніштің, көз жас пен көңілдің бұзылуының ишарасы. Пияз адамның жүйке жүйесіне әсер ететін күкіртті қосылыстар бөледі. Олар көзді ашытып, жас ағызады, ал бұл бейсаналық деңгейде қайғы, реніш белгісін тудырады. Символдық тұрғыда ол қарым-қатынасты да улай алады. Зейнеп түнімен ойға шомды. Мен бір пияз үшін көршіммен араз болып қалдым ба? Осы кішкентай нәрсе біздің достығымызды сынаққа салды ма? Бұл уақиғаның жай ғана ырым емес, тағдырдың ескертуі екенін енді түсіне бастағандай еді. Зейнеп таңертең намазын оқып болған соң ұзақ дұға жасады. Көңілі біртүрлі алай-дүлей, жүрегі тыныш таппайды. «Я Алла, көршіммен араз қылма, бір пияз үшін бірлігімізге сызат түсірме» деп тілеп отырды. Бірақ сол күні Гүлмираның сөзі ауыр тиді. Сен берген пияздың иісі тамақтың дәмін бұзды. Бәрін төгіп тастауға тура келді. Бұдан былай менен ештеңе күтпе деді. Зейнептің жүрегі шым ете қалды. Қанша жыл бірге көрші боп қиындықта сүйеу болған жанның аузынан мұндай сөз естимін деп ойламаған. Осы сәтте ол қарияның айтқанын есіне алды. Пияз көзден жас ағызады. Ол адамдардың көңілін де ашытады. Сол үшін қазақ көршіге ащы пияз берме деп тыйған. Зейнеп ойлана бастады. Неге бір кішкентай пияз осыншама әсер етті? Бұл расымен ырым ба, әлде бейсаналық заңдылық па? Психологияда символдық әсер деген бар. Ащы дәм, көз жасы, реніш бәрі адамның миында байланысып жатады. Көршіге пияз беру сол байланысты бейсаналы түрде іске қосып, адамдардың көңілін кірлетуі мүмкін. Жүйке жүйесіне әсер ететін күкірт қосылыстары көңіл күйді құбылтып, ашу мен ренішті қоздыруға бейім. Дінде көршімен жақсы қарым-қатынасқа ерекше мән берілген, ал бір нәрсені беріп, соның кесірінен араздық туындаса, ол сауап емес, керісінше сынақ болып шығады. Демек, әр амалды ниетпен ғана емес, оның әсерімен де өлшеу керек екен. Зейнеп енді өз-өзіне сұрақ қоя бастады. Мен неге бұл ырымды елемедім? Неге жүрегім ішімнен ескерткенде тыңдамадым? Бір пияз үшін адамдардың көңілі жаралануы әділетті ме? Бұл сұрақтар оның жан дүниесінде үлкен рухани оянуға бастайтын алғашқы қадам болып еді. Зейнеп түнімен көз ілмеді. Көршісінің сөзі құлағынан кетпей қойды. Бұдан былай менен ештеңе күтпе деген сөйлем жүрегін ине болып тескендей. Таң ата ол ішкі әлемімен сөйлесе бастады. Неге мен пияз бердім? Өйткені үйде артық тұрған еді. Неге ішімде бір тыйым барын сездім де тыңдамадым? Себебі болмашы нәрсе деп ойладым. Ал енді не алдым? Көршімнің көңілін қалдырдым. Өзімде уайымға баттым. Осы сәтте ол жүрегінің түбінен жұмсақ бір дауыс естігендей болды. Көршіңмен араз болсаң, Алла разы болмайды. Сенің берген сыйың сауап емес, сынақ болады. Енді түзету үшін жүрекпен әрекет жаса. Зейнептің көзінен жас шықты. Ол Құрандағы көршіге жақсылық қыл деген аятты еске алды. Жақсылық тек зат беру емес, ең алдымен жылы сөз, ықылас, мейірім беру екенін түсінді. Ол қайта-қайта ойлады. Пияз бердім, ащы болды. Енді тәтті нәрсе беруім керек шығар. Жылы сөз, шынайы кешірім.
Зейнеп жүрегімен сезді. Шын кешірім сұрау ең тәтті сыйлық. Осы шешім оның өмірінде үлкен өзгеріс бастамасы болып еді. Зейнеп жүрегінде шешім қабылдады. Таңғы намаздан кейін қолын жайып, «Я Раббым, мені көршіммен татуластыр. Араздыққа себепкер болған қателігімді кешіре көр, жүрегіме мейірім салшы» деп дұға етті. Сосын бір тәрелке ең тәтті бауырсақ пісіріп, үстіне бал құйып, көршісі Гүлмираның есігін қақты. Есікті ашқанда Зейнептің жүрегі дүрсілдеп кетті. «Гүлмира, кешір мені, мен сені ойламадым, пиязды беруім дұрыс болмады, сенің көңіліңді жараладым, қаласаң менімен сөйлеспей-ақ қой, бірақ біліп қой, жүрегімнің түбінде сені сыйлаймын» деді, көз жасын әрең тия отырып. Гүлмираның көзінде жұмсарған сәуле пайда болды. Ол үнсіз тұрды да ақыры жымиып, «Зейнеп, сенің шынайылығың жүрегімді ертті. Маған пияз емес, сенің ықыласың қымбат еді. Бірақ рас, ырым бойынша ащы затты көршіге беруге болмайды. Ащылық бірге қалады» дейді. «Мен ашуланғаныммен сені ренжіткім келген жоқ» деді. Екеуі құшақтасып жылады. Сол сәтте олардың жүректерінде ұзақ уақыттан бері жиналған мұз еріп кеткендей болды. Зейнеп ойлады, шын жүректен кешірім сұрау адамды жеңілдететін ең тәтті сый екен. Пияздың ащылығы енді тәтті сабаққа айналды. Зейнеп пен Гүлмира құшақтасқаннан кейін екеуінің үйі ішінде, көңілінде өзгеше тыныштық басты. Бұрынғыдай ескі реніш еске түспеді. Керісінше жүректері жеңілдеп, араларында жаңа бір жылулық пайда болды. Зейнеп, біз енді ешқашан ұсақ дүниелерге ренжімейік, өмірдің өзі қысқа ғой, Алла бізді көрші қылып бекерден бекер қоспаған, деді Гүлмира көзін сүртіп. Дұрыс айтасың әпке, көршімен тату болу иманның бір бөлігі. Мен осыны жүрегіммен сезіндім, деді Зейнеп те көзіне жас алып. Осы күннен бастап екі көрші бір-біріне тек жақсылық жасауға тырысты. Бірінің үйінде қуаныш болса, екіншісі де ортақтасып қуанды. Бірінің үйінде мұң болса, екіншісі жұбатуға асықты. Зейнеп ойлап жүрді. Ащы пияз бергенімде жүрегімдегі ащылықты да беріппін. Ал бүгін тәтті бауырсақ ұсынып, жүрегімдегі шынайы мейірімді бөлістім. Нағыз достық та, бауырмалдық та мейірімнен басталады екен. Зейнеп пен Гүлмираның татуласқанын ауыл адамдары да байқады. Бұрын араларындағы салқындықты сезіп жүретін көршілер енді екеуінің бір-біріне күлімдеп сәлемдесіп, бірге жүріп тұрғанына сүйсінді. «Әй көршілер, қараңдаршы, Зейнеп пен Гүлмира бір-біріне бауырдай болып алыпты ғой. Мынау деген бізге үлкен сабақ қой», деді бір қария. Әйелдер жиналған дастархан басында да осы жайлы әңгіме болды. Ренішті көтеріп жүрудің өзі ауыр екен ғой. Көршіңмен араз болсаң, үйіңнің де берекесі қашады дейді. Рас сөз екен, деді бір апа. Зейнеп болса іште ойлады. Аллаға шүкір, менің бір қателігімнің өзі өзгелерге сабақ болды. Демек әр ісіміздің айналаға әсері бар. Ащы пиязды бергенде ащылық тарады, ал мейірім мен кешірім бергенде тыныштық пен береке тарады. Ауылдағы жастарға да бұл уақиға үлкен өнеге болды. Олар өзара ұрысып қалғанда Зейнеп пен Гүлмира сияқты кешірейік, олар қалай жарасса, біз де солай болайық деп үлгі қылатын болды. Зейнеп көп ойланды. Неге ащы пиязды беруге болмайды деген сұрақ оны мазалап жүрді. Ол ізденіп, үлкендерден сұрап, кітаптардан оқи бастады. Пияздың иісі мен дәмі адамның жүйке жүйесіне әсер етеді. Ащы күйінде берілген пияз бейсаналы түрде адамдардың арасындағы қатынасқа ашушаңдық түйілу энергиясын енгізеді. Бұл психологияда символдық әсер деп аталады. Әрбір қимыл мен зат адамның миында ассоциация тудырады. Ащы пиязды беру, ащы сөз, ащы тағдыр деген бейсаналық таңба қалдырады. Ал хадисте көршіге қиянат жасау ең үлкен күнәлардың бірі делінеді. Ащы нәрсе беру, сөзбен жаралау секілді символдық амал, ол дұшпандықтың, реніштің, жанжалдың себебі болуы мүмкін. Көршіге жақсы тілек пен тәтті нәрсе беру берекенің белгісі, ал ащы нәрсені беру берекені қашырудың белгісі деп түсіндіріледі. Зейнеп осыны түсінгенде көзінен жас шықты. Менің бір ғана әрекетім Гүлмираның жүрегіне ауыр тиді, бірақ Алла мейірімді, шын жүректен тәубе еткенде бәрін жеңілдетті. Ол өзіне уәде етті. Енді мен ешқашан көршіме ащы нәрсе бермеймін. Әр берген асым, әрбір сөзім тәтті болсын, деді. Зейнеп пен Гүлмира арасындағы реніш тарқап,
бір-біріне деген сенім қайта қалпына келе бастады. Бір күні Зейнеп тәтті шелпек пісіріп, бетін жауып көршісіне апарды. Есікті ашқан Гүлмира алғашында таңғалды, бірақ Зейнептің жүзіндегі шын пейілді көргенде жымиып жіберді. Гүлмира, деді Зейнеп дауысы дірілдеп, өткендегі қателігім үшін тағы кешір. Бұл жолы саған ащы емес тәтті әкелдім. Өзара татулық қана тәтті болсын. Гүлмира көзіне жас алды да құшағына қысты. Сенің жүрегіңді енді түсіндім, Зейнеп. Бір-бірімізге аштылық емес, тек мейірім берейік. Сол сәтте шағын ғана ауыл үйінің босағасына жарық кіргендей болды. Көршілердің арасындағы сүйіспеншілік қайта оянды. Зейнеп жүрегінен терең ой түйді. Ащы пияз тек ас емес, ол жүректегі ащылықтың символы, ал татулық жүрегінің кілті. Көршіге берген әр ас, әр сөз өз тағдырыңның айнасы. Ащы нәрсе беру араздықтың нышаны, тәтті нәрсе беру достықтың белгісі. Ғылым да, дін де адамның ниетінің қуатын растайды. Сондықтан әр ісімізді мейіріммен істейік, сонда ғана өміріміз берекелі болады.